Сәлеметсіздер көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі көрсетейінде отырған гүлім және атроска. Гүлдің бөлшегі пеперомия, доғал пеперомия, яғни пеперомия туполистная деп аталады. Қараңыздар, енді бұл гүлдің осы осыда тұрғанына, міне уже су сарғайын қыраған. Қазір айтам, 3 аптадай болып қалды, яғни 20 күндей болды. Осылай атроскасын алып келдім. Қараңыздар, қаншалықты екенін алыстап көрсетейін. Міне, бұл гүлге қараңыздар, осы үйдің шаңы ешқандай сүртілмей тамырын күтіп жатырмын. Қараңыздар, бір ғана тамыр 20 күнде. Және де тамырдың орындары білініп жатыр. Енді бұған негізі бір ай уақыт керек екен. Ары кеткенде 1,5 ай. Енді мына жерде жапырағы жуынған болу керек. Осыны маған бір кісі атроскасын үйінде өсіріп алып, тағы да көбейтуге салып қойыпты, сыйлыққа берді деп айтсам болады. Қандай гүлге жатады? Қабырғаны жағалап өсетін гүлдерге жатады. Пеперомияның түрі көп, өте декоративный әдемі гүл, және бұл гүл шығарады. Бұл коллекцияма қосуды ұйғардым. Міне қараңыздар, мына жерде срез болған біреу. Осындай жерлерден побег береді. Жапырақ шығарады, ары қарай дамиды деген сияқты. Каждый осындай жерден жапырақ. Жапырағынан көбеюге болады дейді, бірақ мен жапырағынан көбейткен жоқпын. Бір ғана тамыры бар, аккуратны. Неге? Мынандай баклажканың қабығын салдым. Енді бұл осындай негізі гүлдермен де болды. Осыған ұқсас ше, мына негізі толстянка гүлінің прям қаттырақ. Енді толстянка гүлі жақсы, чувство толстянка гүлі негізі осындай болады. Кустын айтып жатырмын да, мына діңгегі. Сол үшін мына суға тиіп тұрған жағында ғана тамырлар шығып тұрда. Енді суға оның алдында ол кісі өзі міне мына жаққа дейін салып қойыпты да. Сосын мынау су шіри бастаған соң, по-моему, алып тастаған сияқты. Содан суға қалай саласың? Солай осылай тамыр береді екен. Қараңыздар, мына жақта ондай тамырдың несі жоқ. Енді лишний былай тиіп тұрмасын деп, тамыры көп, мына жаққа дейін үлкейіп кетпесін деп, осы жерге дейін су тиіп тұрсын. Мына жақтан маған жапырағы сақталу керек болды. Сол үшін осылай салып қойдым. Кез келген гүлдің атроскасын қай жерге дейін тамырлатқыңыз келсе, үй жағдайында кез келген 0,5 баклажкадан бастап, үлкен атроска болса, 2-литровый баклажканы осылай алып, кәдімгідей пышақпен кесіп, гүліңізді повреждать етпейтіндей сыртқа қаратып, не ішке қаратып осылайна зажигалка болмаса спичканың көмегімен не газды қосып тұрып, осылай ыстыққа басып алсаңыздар, осындай әдемі кашпо пайда болады құмыра. Енді бұл менің лишний дизайным, өзім жасалғанмын. Енді қазір бұл гүлге қандай күтім жасайын деп тұрмын. Кішкене суын көбейткелі тұрмын. Мен бұған апта сайын су құйып жатырмын. Су аспанға не ұшып кетіп жатыр, не кәдімгідей жұтып жатыр. Енді мне так кажется, бұл толстянка сияқты гүл болғаннан кейін жапырақтары бодрый, негізі кесіп көрген жоқпын ғой. Енді мынаны өзім кесіп көрген жоқпын. Міне асты осылайынан. Негізі суды бойына жинайтын жапырақты гүл сияқты пеперомияны іздеп көрсеңіздер. Одан кейін осы 2 аптада бір негізі атроскаларға мен брызгать етпеймін, сүртпейтін едім. Просто мынау маған уже жалко болып қалды жапырағышы. Содан кейін жағдай жасайын, кішкене тамырын тездетіп беретін шығар деген оймен міне осылай жасап жатырмын. Сосын сіздерден өтініш, көрермендер, оқырмандар, күн санап менің каналымда көбейіп жатсыздар. Сіздер менімен бірге болғандарыңызға мен өте қуанам. Сіздерден сұрайын деп отырғаным, комментарийға қалдыра кетіңіздер, ойларыңызды әрине. Бұдан кейін барлығы қарап тұрсаңыздар, қазақшаға аударсақ, негізі атауы іздесеңіздер интернеттен туполистная, яғни доғал. Доғал, я? Сопақша емес, доғал прям. Сопақша деген мынандай болады ғой, доллар гүлінікі сияқты. Бұл доғал. Енді доғал деп іздесең, ондай шықпайды. Орыс атаулармен шығады. Соған мен айтып тұрмын да, қазақша өзіміздің қазақтар іздеген кезде табылатында, ютубты бар қазақ қолданады. Содан кейін гуглды бар қазақ қолданады. Қазақша аудиторияны жақсы дамыту мақсатында мен барлық гүлдеріне қазақша бір керемет ат бергім келіп жатыр.
Және де әр гүлді салған сайын өзім атау берем, бірақ та комментарий арасында көрермендердің ұнаған атауларын да қалдырып отырамын гүлдеріме. Мысалы, мен мына гүлге жүрек деген ат бергім келіп тұр. Білмеймін, почему-то бисмилля деп осылай оразаның бүгін кеше бітті. Бүгін ораза айт мерекесі, соған байланысты көңіл күйім жақсы. Осыны керемет гүлдерімді де осылай әдемі атаумен интернеттен іздегенде қазақша барлығы әдемі болатындай, қазағымызға бола, мысалы, енді менікі қазақша ғой, орыстар көреді, бірақ субтитрмен көреді екен да, аудармамен. Сондай бір керемет идея туды, ой туды, план болды. Ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер, ойым қалай. Енді бұл гүлдің күтімін қазір айтпаймын, себебі бұл гүлдің отырғызғаннан кейін барып отырғызу барысымен күтімін айтам. Қазір сіздерге неше аптада тамыры беріп тұр, міне. Тамыры тоже қылқан осылай тастенка гүл сияқты шумақталып тамырланады екен. Және суда тұрғанына қанша уақыт болды? Айттым, 3 апта уақыт болды. 3 апта күнмен шаққанда 20 күннен сәл асады. 20 күнде бір тамыр берді. И то бұл, міне қараңыздар, су мына жерге дейін ғана қалып қапты. Сол кезде суға тартылып өскен тамыр сияқты, мне так кажется, көріңіздерші, міне. Ұзақ тамырлайды екен. Осы барлық айтып жатқан гүл өсіретін әпке сіңілдеріміз бар, көрермендер бар, барлық айтады, что карневин деген препарат бар дейді да маған. Сол препаратты алып өсіріңіз дейді. Яғни препаратты суға жібітіп саласыз. Сосын карневин деп атайтып тұрғандай өзі осындай шақырады тамыр дейді, бірақ та мен ондай препараттарды білесіздер, өте қатты экстренный случай болмаса қолданбаймын. Маған күтімім, төзімім өте жақсы жетеді. И маған желательно өзі табиғи болғаны жақсы. Себебі гүл отырғызбай тұрып қалай химикатқа үйретесіздер, бойы соған үйреніп алады. Және соны подкормкада сұрап отыратын болады. Одан кейін өмір бақи ол гүлді өсірсеңіз, сондай препараттар беріп отырасыз, сатып аласыз. Бұлай қараса ол ақшаға, қалтаға күш, көзге көрінбей қолмен кеткен күннің өзінде көп гүлі бар кісілерге қалтаға күш түсіреді. И одан кейін қараңыздар, табиғи бұл өскенде әйтеуір қандай топыраққа отырғызып мейіріміңізді бөлсеңіз, осылайнан табиғи болып өсе беретін болады. Және де бұл гүлдің ерекшелігі мынандай дуалды, кәдімгі мысалы, мына сіздің қабырғаңыз делік. Осы қабырғаға жабысып өрмелеп өседі. Ерекшелігі сосын керемет күтімді қажет етпейді. Одан кейін суаруда обильный, яғни прям суды қатты ішпейді. Негізі ерекшелігі басқа гүлдерден. Және бұл гүл шығарады. Және бір ерекшелігі, бұл пепероменің айырмашылығы, міне жапырағы осындай қанық жасыл болып келеді. Егер проблема болған жағдайда мынандай сап-сары түске барлық жапырағы осылай боялады. Сарғайып, сосын естественно түсе береді. Міне сіздерге көрсетейін деп отырған гүлім осылай. Тағы да бір ерекшелігі, бұл үлкен болып қабырға жабысып өскен сайын атроска алып тұрмасаңыздар, осындай түбірінен жаңағы не береді, тамыр беріп, ары-қарай жайылып өсе береді. Енді менің способымды айтайын, және де бұл менің жеке өзімнің ойлап табылған, ойымда жүрген эксперимент деп айтсам болады. Білесіздер, менің каналымда өте көп эксперимент бар, барлығы нәтижесіз емес. 100% экспериментті жақсы көретін адаммын, және соны іс жүзінде қолданамын. Және оның нәтижелері өздеріңіз видеода көріп отқандай. Көп видеомды көрген болсаңыздар, міне. Енді мен осылайнан лимонның суын 1-2 тамшы осылайнан суға тамызуды жөн көрдім. Неге лимон? Себебі кислый бұл препаратқа жатпайды, бұл табиғи, осылайнан лимонды повреждать етпей өстіп су алайын деп тұрмын. Қазір маған бір 5-6 капля жетеді. Мына жерде бір 200 мл су, даже 150 шығар. Міне қараңыздар, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Міне, 10 капля тамыздым. Және қараңыздар, осы лимон қышқылында негізі былай болады. Гүлдердің неге лимон қышқылының суын құяды? Адаптация жасап, тамырлары керемет өсіп, жасау үшін негізі естідім солай жасайды деп. Өзім көзіммен іздеп интернеттен көрген адам емеспін. Бірақ та мен именно атроска өсіретін тамырлай ма, тамырламай ма? Карнивиннің орнына осылай лимон салып көрді, жөн көрдім, лимонның сығындысын, суын. И қалай болатынын көреміз. Енді қалай результат лимон суында болады, міне осылай кигіздім және саламын. Неге десеңіздер, лимон қышқылы прям раздражать етеді именно осы гүлдерді. Раздражать ету арқылы бұларда үлкен бутондар, гүлдер шығаруға қабілеті өте керемет лимонның шы. Сондықтан сіздерге совет беріп жатырмын, көрермендер. Кімде, бұл енді зиян емес қой, бұл сіздерге эксперимент жаса, мен жаса, қорқамын дейтіндей емес, лимон табиғи, және оны көп мөлшерде қосып жатқан жоқсыз. Еще магазиндегідей лимонный кислота емес, кәдімгі су сығындысы. Үйінде бар, енді бәріне қолжетімді деп ойлаймын, қазір сезоны, иә. Сондықтан осылайнан эксперимент жасаңыздар. Жалғыз бұл гүл емес, барлық гүлдердің атроскасына салсаңыздар болады. Қазіргі көрсетейін деп отырған гүлім пеперомия доғал, яғни мен оған жүрек деген ат бердім, орысша сердце, е. Осыны қазір названияға салатын болам. Кімде қандай әдемі атау болады, комментарияға қалдырыңыздар, және де сіздердің де атауларыңызды көңілімнен шықса, сол атауды беретін боламын, және қазақша аудиторияларға осындай гүлдерге атау бергім келіп жатыр. Ойларыңызбен бөлісіңіздер, менің ойым осылай болды. Келесі жүздескенше, жақсы видеода кездескенше, сау саламатта болыңыздар. Кім менің каналыма тіркелген, сол кісілерден тұрақты пікір қалдыруын сұраймын. Кім тіркелген жоқ, көрермендер, тіркеліңіздер каналыма, себебі алдыда әлі талай гүлдердің сорты болады, эксперименттер болады, және де колокольчик, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар, себебі көп подписчиктердің арасынан мені жоғалтып алуларыңыз мүмкін. Сол жоғалтып алмас үшін қоңырау белгісін басып, пікірге ойларыңызды, неше түрлі атауларыңызды қалдырыңыздар, және де қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Ұнаса, әрине, лүпіл басып өтіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.